Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге ең оңай шоколадты пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: жұмыртқа, қант, ұн, сұйық май, какао, айран, қосылғыш, ванилин керек болады. Ең алдымен жұмыртқаға шым-шым тұз және қантымызды салып, бір келгі әппақ масса болғанша миксерлейміз. Осы жерде видеода түспей қалыпты. Айран мен сұйық майды құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Енді қорақ заттарымызды саламыз. Қосылғыш, ванилин, какао, шамамен 2 үлкен қасық саламыз. Осының өзін бір келкі масса болғанша миксерлейміз. Сосын ұнымызды 3 бөліп салатын боламыз. Бірден салсақ, массамыз басылып қалып, дұрыс көтермей қалуы мүмкін. Енді формамызды дайындаймыз. Менде диаметрі 25 см форма. Осы кезде пешімізді қосып қоямыз. Пирогты қызып тұрған кеште салсақ, жақсы көтеріліп піседі. Салып болған соң осы видеодағыдай формамызды ұрғылап айналдырамыз. Осыны 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Пісіп жатқанда шоколадты глазурымызды дайындаймыз. Шоколадқа сары майды салып, микроволновкада ерітетін боламыз. Мінекей осылай болып шықты. Міне 30 минутта осылай пісіп шықты. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан таяқшамен әр жерінен тексеріп көреміз. Енді осыны толықтай суытатын боламыз. Суыған соң шоколадты глазурымызды құйып әсемдейтін боламыз. Әсемдеуге жеміс-жидектерді, жаңғақ, кокосовый стружка сияқты заттарды әсемдеуге болады. Ол қалауыңыз бойынша. Енді осыны шоколадымыз қатқанша тоңазытқышқа салып қоямыз.